Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Менің есімім Дулатов Ықылас Дулатұлы, заң ғылымдарының кандидатымын, қылмыстық құқық ғылымының зерттеушісімін. Бүгінгі біздің сабағымыз осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру пәні бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 9-шы бабына түсіндірме жүргізу. 9-шы бабында бұл заңнамада сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбы көрсетіледі. Біз алдыңғы сабақтарымызда кіріспен өттік қой. Енді бүгін осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру нормасын талдап кетеміз. Демек, осы жерде былай деп көрсетеді 9-шы бапта. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтары жүйесін сақтау, нығайту бойынша өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын қызметі. Демек, қоғамда сыбайлас жемқорлық субъектілері деп көрсетіліп жүреді. Сыбайлас жемқорлық субъектілерін дегеніміз кімдер деген сұрақ туындайды ғой. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 18-ші бабында осы сыбайлас жемқорлық субъектілері көрсетіледі. 18-ші бапта. Демек, бұл бірінші тарапта осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті, облыстық департаменттері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, жүргізу агенттігі, және де прокуратура органдары, ұлттық қауіпсіздік комитеті, әскери полиция қызметі, ішкі істер органдары, жаңағы экономикалық қылмыстарды тергеу департаменті, және де кәсіпкерлер, заңды тұлғалар, сонымен қатар жеке азаматтар болып табылады. Мінекей, осы субъектілер дегенде, демек осы сыбайлас жемқорлықпен айналысуға тиісті тұлғалар былай айтқан кезде. Енді осы кейде мынандай сұрақ туындайды. Азаматтар, прокуратура органдары, тергеу органдары, ұлттық қауіпсіздік комитеті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті органдары әрине жемқорлықпен күресуге міндетті деп. Өйткені сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 22-ші бабында міндеттеп қойған лауазымды тұлғаларды, мемлекеттік органдарды, мемлекеттік қызметті осы жемқорлықпен күреске. Ал енді осы жеке азаматтар қоғамда сыбайлас жемқорлықпенен күрес жүргізуге, айналысуға құқықты ма, әлде міндетті ме, құқығы ма, әлде міндетті ме деген сұрақтар көп кездеседі қоғамда. Бұған енді жауап беріп кетейін. Енді 22-ші бапта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда мемлекеттік органдарының лауазымды тұлғаларды, мемлекеттік қызметшілердің барлығын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізуге міндетті етіп көрсетеді. Ал азаматтар болатын болса, бұл жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері ретінде сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізуге толығымен құқығы бар. Бұл енді осы заңнаманың 23-ші бабы бар. 23-ші бап, 23 статья. Демек, жұртшылық демек, жеке азаматтардың, қарапайым адамдардың, халық арасындағы жаңағыдай қоғамдағы азаматтардың деп айтайық, жұртшылықтың осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуы деп көрсетеді. Мысалы үшін мен ғалым адам болатын болсам, заң ғылымдарының кандидаты болайын, доктор наук болайын, ғалым болсам, оқытушы болсам, кәсіпкер болсам, бұл менің құқығым, мен міндеттімін деп көрсете алмаймын, бірақ мен құқығым бар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрекетін жүргізуге. Ал енді бірақ әрине сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнаманың талаптарын орындауға, баптарын орындауға бәріміз де міндеттіміз. Жеке азаматтар да, мемлекеттік органның қызметшілері де бәрі. Өйткені осы 18-ші бапта көрсетеді, осы заңнамада жеке азаматтарды, кәсіпкерлерді, мемлекеттік қызметшілер, лауазымды тұлғалар барлығы дерлік түгелі бүкіл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізетін субъектілер, олар жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның талаптарын, баптарын орындауға міндетті дейді. Орындауға міндеттіміз. Енді жалғастырып кетейік енді осы жерде мәдениетті қалыптастыру. Демек,
осы жаңағыдай мәдениетті қалыптастыруда қоғамда барша болып бәріміз осы жаңағыдай саналы түрде, ерікті түрде жемқорлыққа қарсы мәдениет жағынан, әдеп жағынан, әдеп нормасын сақтау жағынан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу жаңағыдай қабілетін қалыптастыру жағынан, және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жағынан білім беру арқылы, тәрбиелеу арқылы, тәрбие бағдарламаларын жүзеге асыру арқылы, және де бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен жаңағыдай ақпараттық жұмыстар жүргізу арқылы, түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы мәдениетті қалыптастыруымыз керекпіз. Енді бір азамат айтуы мүмкін, жеке бір азамат, мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға міндеттімін бе деп. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға атсалысуға, оның жағында тиісті баптарда, осы 9-шы бапты орындауға әрине азаматтар бұл жерде міндетті. Өйткені бұл жерде жаңағыдай барлығымыз бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда алдыңғы сабақта да айтып кеттік қой. Бұл енді бірінші тарапта ең бастысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру болса, екіншісі жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру еді. Ал енді бұл жерде жеке азаматтардың үштерінен біреуі мен оған міндетті емеспін деп айтатын болса, ол үлкен қателік болады. Өйткені кез келген азамат сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыруға керек. Кез келген азамат жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін жаңағы қалыптастыру керек. Біз енді айналып келгенде бұл жерде жаңағыдай ол менің құқығым, міндетті емеспін деп бір азаматтар айтатын болса қоғамда, біз осы заңнаманың 18-ші бабын негізделеміз. 18-ші бапқа 18 статья 18-ші бапта демек барлық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері жаңағыдай заңның талаптарын орындауға міндеттілік көрсетіледі. Оның ішінде жеке азаматтар да бар. Демек 9-ші бап осы заңның нормасы болғандықтан, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының нормасы болғандықтан, демек субъект ретінде жеке азаматтар да оны орындауға міндетті. Енді айтып кетуіміз керек біз осы жерде. Біз айтып отырмыз ғой, жаңағыдай білім беру арқылы деп. Кейде адамдардың кейбіреулер айтады, әсіресе мемлекеттік қызметте кейбір қызметшілердің түсінігі солай түсінеді. Бұл өзі жаңағыдай білім беру саласы мәдениетті қалыптастырумен айналысу керек. Ал енді біз мемлекеттік қызмет, біздің өзіміздің лауазымды өкілеттіктеріміз бар, тиісті міндеттерімізбен орындауымыз керек бізде. Бұл жерде қате пікір болады. Бұл өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, ол жөнінен білім беру, тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық жұмыстарды жүргізу, және де түсіндірме жұмыстарын жүргізу, ол тек қана оқу орындарында, білім беру ұйымдарында ғана емес, білім саласында ғана емес. Ол барлық мемлекеттік органдардың тікелей атқаратын міндеті болып табылады. Атқаруға міндетті. Өйткені мемлекеттік қызметші өзінің қызмет барысында, лауазымдық өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру арқылы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру арқылы ғана сыбайлас жемқорлықпен күресе алады. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарына қадам жасамайды. Енді біз осымен қосымша тағы да бір бапты талдап кетейік деп отырмыз. Мен қазір сіздерге айтайын. Бұл енді 8-ші бап. 8-ші бап. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау. Біз енді бұл жерде айта кетуіміз керек бұл студенттерге, білім алушыларға. Жалпы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағында біз тек қана жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы санамен жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру, мәдениетті қалыптастыруды ғана айтып қоймаймыз. Біз осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның жаңағыдай баптарымен танысып, баптарында талдап отыратын боламыз. Бірақ талдай отырып, барлық осы жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбын осы жалпылай басқа баптармен тығыз қарым-қатынасын байланысын
ерекше көрсетіп отыратын боламыз. Енді осы жерде жаңағыдай сыбайлас жемқорлық тәуекелдері деп отыр. Бұл енді сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, орысша айтқанда коррупционные риски. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің өзі жаңағыдай тәуекелдерін анықтау, өзіміз жаңағыдай анықтау, талдау екі бағытта болады. Бірінші, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жаңағыдай талдаудың сыртқы түрі болады, және ішкі түрі болады. Сыбайлас жемқорлыққа жаңағыдай тәуекелдерін талдауды айтардан бұрын біз айтып бұның түсіндіріп кетуіміз керекпіз. Не мағынаны білдіреді ол? Осы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың болуына ықпал ететін, соған жаңағыдай соның жүзеге асуына ықпал ететін, соған себеп болатын бір мән-жайлар болады. Енді айта кетуімізге болады, егер де мысалы үшін көрдіңіз бе, бір нормативтік құқықтық актіні заңнаманы алатын болсақ, егер заңның ішінде былай айтайық, инспектор дейік допустим, инспектор. Егер инспектор өзінің міндеттерінде қандай да бір жаңағыдай қызметтік лауазымды өкілеттіктерінде тәуекелдер болатын болса, демек жаңағыдай нормасы ескірген, нормасы болмаса сол жаңағыдай бап, сол жаңағыдай ереже бойынша жаңағыдай кейбір олқылықты жаңағыдай толық емес міндеттерін толыққанды атқаруға кейбір жаңағыдай нормалар толық емес болатын болса, бұл жерде жемқорлық тәуекелдер бар деп айта аламыз. Өйткені бұл жерде көрдіңіз бе, себеп болуы мүмкін бірден бір қандай да бір жағында сол жемқорлық әрекеттерін жасауға ықпал ететін бір мән-жайлар болуы мүмкін. Мысалы айтып кеткім келіп тұр, бір бөлімнің басшысы дейік, мемлекеттік органның басшысы дейік, өзі жалпы қызметтік лауазымды өкілеттіктері бойынша қандай да бір қарамағындағы қызметші тәртіп бұзатын болса, құқық бұзушылық дейік, жаңағыдай еңбек тәртібін бұзды, мемлекеттік қызмет туралы заң тәртібін бұзды да, оқу саласы болса жаңағыдай білім туралы заңның талаптарын бұзды делік. Осы жаңағыдай қызметшіге басшы тиісті шаралар көрсетпесе, тиісті шаралар қолданбаса, жаңағыдай заңсыз өзі протекционизм дейміз ғой, заңсыз жолмен жаңағыдай қолдау әрекетін жүргізіп отыратын болса, бұл жерде жаңағыдай сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар. Неге? Өйткені жаңағыдай оның лауазымды өкілеттіктерінде, егер тексеру барысында лауазымды өкілеттіктерінде өзінің міндеттері заңның аясында көрсетілгенде толыққанды жазылмаған болса, бұл жерде дискрециялық өкілеттіктер пайда болады демек. Бұл қалай дейсіз ғой? Жауапқа тарту жаңағыдай бүйтіп көрсетілетін болса, өзінің қарамағындағы адам қандай да бір құқық бұзушылық жасаған болса, басшы оны жауапқа тартып тиісті шара қолдана алады, еңбек кодексі бойынша, мемлекеттік қызмет туралы заң бойынша, яки болмаса жаңағыдай жауапкершіліктен ескерту жасап босатып жібере алады дегендей норма болатын болса, бұл жерде дискрециялық өкілеттік пайда болады. Демек, басшы өзінің еркімен, өзінің қалауыменен шешім қабылдай алады. Я болмаса қызметтен босатып жүреді, болмаса қызметті қалдырады. Осы жерде айта кету керек, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері дегеніміз сол жемқорлық әрекетіне, жемқорлық қылмысына, құқық бұзушылығына, пара алуға, лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалануға, асыра пайдалануға мүмкіндік беріп тұрған, соған жол беріп тұрған, соған жаңағыдай бір ықпал етіп тұрған мән-жайлар мен себептер. Сондықтан да осы нормативтік актыларды заңдардың сараптамадан толыққанды өткізілетіні сондықтан ғылыми сараптамадан. Қазіргі уақытта нормативтік актылар сонымен қосымша ғылыми сараптамамен қосымша былай жағандай сыбайлас жемқорлық нормаларын анықтау мақсатында да сараптамадан өткізіліп отыратын болды қазір. Енді бұл сыртқы талдауды президент әкімшілігінің келісімімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі немесе облыстық департаменттер
арнайы жаңағы сарапшыларды қатыстыру менен, арнайы жаңағыдай мемлекеттік органның сол жаңағы білікті мамандарын қатыстырып, ресми бір комиссия құрып, өзі жаңағыдай бір айдың көлемінде 30 күннің жұмыс күнінің тәулігі көлемінде ресми түрде жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың негізінде тексеру жүргізіп шығады. Ол жаңағыдай тексергенде мемлекеттік органның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты орындауы, мемлекеттік қызметтің аппараттың қызметіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң, еңбек кодексі, мемлекеттік қызмет туралы заң, оқу саласы болса білім туралы заңның, экологиялық қызмет болатын болса экологиялық кодекстің жаңағыдай орындалуының жаңағы деңгейі тексерілетін болады. Демек сол заңнама, сол заңдар, нормалар қандай дәрежеде орындалып жатыр олар. Орындалу дәрежесі деңгейі қандай. Және де аппараттағы қызметшілердің жаңағыдай саны, жұмыстан босап кеткендер бар ма, заңсыз жолмен жұмыстан шығарылғандар бар ма, яки болмаса тәртіптік теріс қылық жасап жауапқа тартылғандардың саны қандай. Сол мекемеде, сол мемлекеттік органда қандай бір қылмыстық әрекеттер болды ма, сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың динамикасы қандай, демек қанша адам жауапқа тартылған қылмыс бойынша, я болмаса басқа да қылмыстар бойынша, мысалы үшін меншікке қарсы қылмыс деген секілді. Тәуекелдің соңында, сол сыртқы тәуекелді талдаудың соңында бұл жерде әрине міндетті түрде арнайы анықтама толтырылып, ресми түрде ол жөнінен президент әкімшілігіне баяндама жасалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің тарапынан. Ішкі талдауды айтып кетейік енді. Мен енді осы ішкі талдаудан кейінгі бүгінгі лекциямды қорытындылап айтып кетемін. Қазір енді сол қорытындылауға жақындап келе жатырмын. Ішкі талдау сыбайлас жемқорлыққа бойынша жаңағыдай ішкі талдау тәуекелдерін. Бұл енді мемлекеттік органдарда жүзеге асырылады. Мемлекеттік органдарда, мемлекеттік ұйымдарда болмаса жаңағыдай 50%-дан кем емес, 50%-дан жоғары 100% мысалы үшін сол кәсіпорын мемлекеттің жаңағыдай меншігіндегі квази мемлекеттік секторларда, заңды тұлғаларда, қазыналық кәсіпорындарда, мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарда орындалады. Бұл жерде енді қалай? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті емес, бұл жерде жаңағыдай ішкі талдауды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды сол мемлекеттік органның комиссиясы өздері жүргізеді. Мысалы үшін аудандық акимат болатын болса, аудандық акиматта аудан әкімі ресми ұйғарым шығарып, өкім шығарып, кешіріңіздер, өкімге комиссияның құрамын бекітеді. Комиссияға жаңағыдай кадр мамандарын, білікті мамандарды, заңгерді, құқықтық бөлімнің жаңағыдай мамандарын бекітіп, сол комиссия құрамында сол жаңағы акиматқа сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізуді тапсырады. Енді бұл жерде жаңағыдай комиссияның құрамы белгіленген уақытта талдау жүргізіп отырады. Онда да сол жаңағы сыртқы талдау сияқты, сол мысалы үшін акимат деп отырмыз ғой, Қазақстан Республикасының жергілікті атқару, мемлекеттік атқару және басқару органдарының заңнамасы қаншалықты қандай деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның талаптары қаншалықты орындалып жатыр. Мемлекеттік қызмет туралы заң, басқа да заңнамалар бар, деңгейі қандай. Және де жұмыстан, қызметтен заңсыз босатылған мамандар бар ма? Заңсыз қабылданған қызметшілер бар ма? Я болмаса қандай бір заң бұзушылықтар көрініс тапқан? Қандай бір сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылықтардың көрінісі бар? Осы жаңағы былай және де нормативтік актілер, бұйрықтар, ұйғарымдар, өкімдердің іштерінде қандай сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар? Қандай нормалар мынау заңның орындалуына қарама-қайшы, құқықтық актілердің арасында қарама-қайшылықтар, коллизиялар бар ма? Я болмаса ол сыбайлас жемқорлықтың жүзеге асуына
соның туындауына, соның бір себебіне әкеліп соқтырады ма екен сол норма. Бір статья мысал үшін. Мінекей ішкі тәуекелдің соңында нәтижесінде анықтама толтырылып, міндетті түрде аудан әкіміне, облыстық әкімдікке баяндама жасалады. Бүгінгі лекциямызды қорытындылап отырмын. Демек сол қорытындыла келе айтқым келіп тұр. Мәдениетті қалыптастыру бойынша да субъектілерге, жеке азаматтарда, кәсіпкерлерде, мемлекеттік қызметшілер мен лауазымды тұлғалар, мемлекеттік органдар барлығы жатады. Және де барлығы да сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыруға міндетті деп айтқым келіп тұр. Ал енді 8-ші бап бойынша тәуекел, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау ол да жаңағыдай ең басты мәселенің бірі қазір. Өйткені осы мәдениетті қалыптастыруды жүзеге асыра отырып, оның ары қарай жалғасы осы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұласады. Демек жаңағыдай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдай отырып, осы жаңағыдай жемқорлыққа қарсы сананы қалай қалыптастыруға болады, жемқорлыққа қарсы қалай тұра білу қабілетін қалыптастыруға болады, ол жөнінен жаңағыдай толыққанды ақпарат пен мән-жайлар анықтала бастайды. Бір-біріне өте тығыз байланысты бұл мағлұматтар. Бүгінгі сабағымызды аяқтадым. Үйге тапсырма, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңмен танысып шығыңыздар деймін. 27 баптан тұрады заң. Соның ішінде 1-ші бап, 4-ші бап, 8-ші, 9-ші баптарды үйге тапсырма ретінде беремін. Танысып шығуға. Көп рахмет.